Сәлем, 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 менің қымбатты достарым. Сіздермен қайта қауышып тұрғаныма өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен патша дастарханына арналған керемет десертпен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге бар жоғы үлкендеу ыдысқа 150-200 грамм шекер қажет болады. Жақсылап оны құрғақ ыдысқа құйып болғаннан соң, үстінен 5 дана жұмыртқаны бірінен соң бірін шағып сындыратын боламыз. Яғни ыдысымыз құрғақ болуы керек, себебі қандай да бір су тамшысы болатын болса, біздің тестамыздың консистенциясы дұрыс шықпауы мүмкін. Жақсылап араластырардан алдын маргаринімізді төмен алауға қойып ертіп алатын боламыз. 180-200 грамм маргарин жеткілікті болады. Қандай түрі ұнайды, өздеріңіз қолданып жүргенді ала берсеңіздер жарай береді. Және шекеріміз бен жұмыртқаның қоспасын жақсылап миксермен шекері ерігенше миксерлеп алатын боламыз. Еріген кезінде оның көлемі шамалы ұлғаяды. Және бөлек ыдысқа тура сол шекер салған стаканымызға 200 грамм, 150 грамм ұн аламыз. Ұнымыз жоғары сұрыпты болғаны өзіміз үшін жақсы, керемет, көтерілуі керек. Түрі де аппақ әдемі болып шығады. Барлығын електен өткізіп тұрып қосамыз. Қанша електен өткізген болса да, қосардан алдын міндетті түрде електен өткізіп барып миксермен аз-аздан қосып миксерлеңіздер. Жарты ұнды қосып болғаннан соң, үстінен еріп тұрған маргаринімізді қосып, оны да миксерлеп аламыз. Үстінен қалған ұнымызды қосып, жақсылап миксермен бір келкі етіп, однородный масса деп айтамыз ғой, бір келкі түйіршігін жазып тұрып, әдемілеп миксерлеп аламыз. Бұл көп уақытты алмайды, көп уақыт кетпейді. Ары кетсе, бір 7-8 минутта тестасы дайын болады. Қамырдың консистенциясын тура видеода көріп тұрғандарыңыздай болу керек. Лопатамен созған кезінде сұйық, өте сұйық болмау керек, өте қою болмау керек, әдемі үзілмей түсу керек. Сол кезде қамырдың дайын екенін білсеңіздер болады. Себебі әркімде ұн сұрыпы әрқалай, қамырдың дайын болуы дәл осындай болады. Және ол бізге қажет болатын вафельница жақсылап қыздырып аламыз да. Осылай өздеріңізге ыңғайлы ыдыспен, мен ағаш қасық қолданамын. Аздап қана салып, осындай формочкаларды алдын ала дайындап аласыздар. Мен силиконды ыдыстарды алдым. Гүл тәріздес, дәл осы қалыпқа салып, жылдам ғана салып орналастырасыздар. Өте тез суиды және тез форманы қабылдайды. Бұл теста қытырлақ, хрустящий болып шығады. Жеген кезінде де өте керемет болады. Мінекей көлемін дәл осылай кішігірім етіп жасасаңыздар, тіптен сүйкімді болып шығады. Барлығын бірін кетін бірін түсінбей қалсаңыздар, мен 2-3 рет көрсетемін. Мінекей қасықтың кішкене бөлігімен ғана құясыздар. Бетін жауып қойып, өзі бетінен нүктелері жанады. Қарап тұрмасаңыздар, қатты күйіп кетуі мүмкін. Шамалы қызарса, жеткілікті 2 минутта пісіп шығады вафельницаның ішінде. Дәл осылай әдіспен барлығын пісіріп алатын боламыз. Формаларын дайындап алғаннан соң, келесі кезек бізде крем. Креміне дәл осындай азғантай ғана 150 грамм жеткілікті крем чиз, яғни сыр кремді алып аламыз, творожный сырокты. Осылай лопатканың көмегімен шамалы езіп аламыз. Және бір айта кететін нәрсе, крем жасаған кезінде барынша силиконды я болмаса ағаш ыдыс қасықтарды қолданғандарыңыз жақсы. Және сахарный пудра, осы майда ұнтақталған шекеріміздің 4-5 қасық саламыз. Үстінен дәл осындай загуститель кремі деген қоспа бар. Креміңіз қою, әдемі болады. Және үстінен ең соңында 33%-лық сливки құятын боламыз.
қай түрін алсаңыз да өзіңіз қолданып жүргенді ала бересіз. Мен осы свежий түрін аламын үнемі. Себебі бұның дәмі өте керемет болады. Және миксермен бір 7-8 минут үздіксіз айналдырсаңыздар қоюланады. Және бір айта кететін нәрсе, бұл фишка крем жасаған кезінде сіздің крем чизіңіз және сливкиіңіз өте салқын болу керек. Егер де креміңіз сұйық болып жатса, холодильникке қоспаңызды, я болмаса креміңізді 10-15 минутке салып қойсаңыз да қоюланады. Және осында қағаз мешок, кулинарский мешокқа осындай насадка қоямыз торттарға арналған. Мен бұл жолы гүл формасын алдым. Осының ішіне дайын болған кремімізді салып орналастырамыз. Егер басқа түстіні ұнататын кісілер болатын болса, краситель қоссаңыздар да болады. Мен аппақ түрін ұнатамын. Сол себепті ешқандай краситель қосқан жоқпын. Әркімнің өзінің қалауынша, тіптен кішкене бөлігіне ғана қосып, фантазия беріп, бір жағын бір басына басқа реңнен беріп, қалған ақтан қылып жасасаңыздар да ол да керемет болып шығады. Мен жай ғана ақты қолдандым. Себебі жай ғана ешқандай бояусыз ақ түс маған қатты ұнайды. Дайын болған алдын ала жасалған осында коржықтарымызға кремімізді гүл формасымен келтіріп, әдемілеп орналастырамыз. Өзі ат айтып тұрғандай патша дастарханына арналған десерт болғандықтан кремге өте бай, өте дәмді, қолжетімді, түрі де әдемі, керемет болып шығады. Кремі ешқандай да жүрекке тимейді. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Мен сіздермен әрқашан әртүрлі қолжетімді бағада кездесетін азық-түліктермен жасалатын тағамдар, десерттер рецептімен бөлісуге әркез асығамын. Бастысы, рецепт өте қарапайым, бір жасағаннан ақ шығады. Сіздерге ешқандай қиындық тудырмайтынына кепілдік етемін. Өздеріңізге ұнап жатса жасап көріңіздер, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіп, достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Ең бетіне мен жай ғана какао септім. Ол әркімнің өзінің қалауынша шоколад қойсаңыздар да болады, басқа да безендіретін заттарды қолдансаңыздар болады. Мен жай ғана какаоны қолдандым. Ас болсын.